Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Әнші Меруерт Түсіпбаева істі болған Қуандық Бишімбаевтың бұрынғы жұбайы Назым Қаһарманды сынға алды. Өнер иесі Назым Қаһарманның бұрынғы күйеуі жайлы сұхбат беріп жүргенін жақтырмай қалған бұл әйелдің ең бірінші рет теледидардан Бишімбаевтың мемлекеттен қаржы жымқырды деп күдікке ілінгенінде көрген едім. Сонда білімділігін бөлек қойғанда күйеуіне деген адалдығын тәнті еткен едім. Бүкіл әлем қарсы шыққанда қарлығаштың қанатымен су сепкенде жан тәнімен жұбайын, балаларының әкесін, сүйіктісін қорғап жан ұшырғаны салтанаттың трагедиясынан кейін әр жерде бір жыл тыңдап сұхбат беріп өйтіп еді, сөйтіп еді, ал мен мықтымын, тірі қалдым дегендей сайрап. Бұған дейін өз жайлы қалыптасқан ойымды 100%-ға өзгерді деп жазды әнші. Әншінің айтуынша Бишімбаевтың бұрынғы әйелі отбасындағы жағдайларды ертерек мәлімдегенде бүгінгідей жағдайлар болмас еді. Егер бұл әйел өзі ажырасып жатқан кезде дәл қазіргідей жан айқайын қоғамға жеткізіп ашық айтқанда салтанат тірі болар ма еді деген ойлар келеді. Ақсақ қой түстен кейін маңырай ма, бояуы сіңгенде бәлен жыл тұрып 3 бала туған еркекті жамандағаннан кімге пайда бар? Ол қандай болса да балалардың әкесі болып қалады. Гүлге аунап тумады ғой. Бұл жайтты өзгерту мүмкін емес. Балаларының тегін қаны соныкі. Дау өршіп тұрған дәл қазіргі уақытта өз басым ана ретінде балаларымның жан тыныштығы үшін үндемей отырар едім. Әттең-ай, бұлай танымал болмай-ақ қойсақ делінген танымал әншінің жазбасында. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.